Тұрақты даму саласындағы 17 мақсаттардың бірі. Теңсіздікті қысқарту. Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарына көрсетілетін қолдау көлемі мен сапасын арттыру дүние жүзі елдерінің барлығында жүргізілетін саясат. Қазақстан да одан тыс қалмаған. Бүгінгі күні елімізде мемлекет тарапынан көрсетілетін 200-ден астам қолдау шаралары бар. Алайда ерекшеліктер де бар. Ауылдық жерлерде қалаға қарағанда әлеуметтік қызметтерге қол жеткізу күрделілік болып келеді. Әлеуметтік қызметтер түрлерінің көптігі азаматтардың оларды шатастыруына алып келеді. Оның үстіне әлеуметтік қолдауды алу үшін арыз жазу қажеттігі көптеген адамдарға бөгет болып табылады. Цифрлық трансформация аталған мәселелер мен басқа да қиындықтарды шешуге септігін тигізеді. Отбасының цифрлық картасы. Қазақстан үкіметі мен Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының серіктестігі арқасында пайда болған бірегей шешім. Еліміздегі отбасылар саны 6 миллионға жуық. Олардың әрқайсының цифрлық картасында 80 түрлі көрсеткіштер бойынша мәлімет бар. Экономикалық, тұрғын үй мен әлеуметтік жағдай бойынша, денсаулық пен білім деңгейі жөнінде. Мәлімет 30 мемлекеттік жүйеден келіп, күнделікті жаңартылып отырады. Отбасының цифрлық картасы алгоритмі отбасылардағы жағдайды талдай отырып, мемлекет тарапынан алдын алу шараларын талап ететін мәселелерді автоматты түрде анықтап отырады. Отбасы балалы болды ма? Отбасының цифрлық картасы мемлекеттік жәрдемақы рәсімдеуді ұсынады. Кіріс деңгейі төмен бе? Атаулы мемлекеттік көмек көлемін есептейді. Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндер бар ма? Жақын жерде орналасқан бала бақшасынан орын тауып береді. Бұрын мемлекет тарапынан көмек алу үшін азаматтар қызмет реестрін зерттеп, анықтамалар жинап, түрлі мекемелерге барулары қажет болатын. Ал қазір ол мынандай болып табылады. Енді көмек сұраудың қажеті жоқ, оны тек алу керек. Мемлекетке азаматтық кепілдікті қамтамасыз ету жеңілдеді. Отбасының цифрлық картасы тәуекел аймағына түскен отбасылардың тұрмыс деңгейін олардың өмір сүру орнына немесе әлеуметтік сауаттылығына қарамастан көтеруге көмектеседі. Ал көрсетілген қолдау көлемі мен сапасын бақылау мониторингі жемқорлық тәуекелі мен адами фактор ықпалын төмендетуге мүмкіндік береді. Және тек қана бұнымен шектелмейді. Отбасының цифрлық картасы мемлекет деңгейінде стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың бірден-бір таптырмас құралы болып табылады.